Мен Дархан Жолшыбековке келдім, келем бердім, келдім. Үйге келді. Үйге келдім. Простой жігіт екен өзіміздің. Қарапайым. Осылай қолдап шығып сөйлескеніңе рахмет балым. Жаңа маған жазды, мен жұмыстармен жүрген ғой, жаңа айттым ғой өзім. Аға кеп тұр деді. Кім деймін? Тиктогын жіберіп жатыр. Қарағандыдан кепсіз аға. Ағам жаңа айтып жатыр, казино ойнадым дейді. Мен де ойнағам оны, аштығын айтайын. Мен де соны естіп келдім мен саған. Енді аға подписчик жинайын дейді, блогер болам дейді. Жай блогер емес, халыққа пайдам тигізетін дейді. Дұрыс па аға? Бір пайдасы ағаның өзінің өткен жолымен басқа адамдар жүрмесінші деген ба, дұрыс па аға? Көп адамдар енді 165 миллион қадап тастадым деп тұр ғой енді. Значит, ағамда ақша болған. Бизнес істеген сыпа кезінде? Бизнес істеген жоқпын. Қазақмысты тонағам, оны жасыратын несі бар. Қазақмысты корпорация тонап, шын айтамын ба. Жасырмаймын мен, бүкіл елге заң алдында жауап беріп тұрғам ол үшін. Қысқасы, ағам енді ақшасы болған қадаған ғой. Ондай менде де ситуация болған. Енді бұл ағамның айтуы бойынша менің жүрген жолымен жаңа айттым ғой. Жастар, дұрыс па? Басқа адамдар сол жолға түсіп кетпесе екен дейміз. Мен де айтып жатырмын. Ағама тіркеліңіздер. Аға жақсы контент жасаңыз. Рахмет. Жолыңыз болсын. Барлық сізде жақсы болсын аға. Айтқан емес. Көп рахмет Дарханға. Мен енді көп адамды да осы казинодың кеткеннен алдап өтірік айтып мошенник болдым. 2 балам, 3 балам бар. Сол балалар менің істеген қателігімді істемесе екен деп жүрмін жанымда. Рахмет саған бауырым. Алла разы болсын. Болды.